Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар. Ана тілінің 10-шы сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам, ататай, ойнақтайды бота, тай. Әжем, әжетай, шүпірлейді шөжетай. Баянғали Әлімжанов. Балалар, өлеңде кездесетін шүпірлейді деген сөз бір жерге көп болып жиналу дегенді білдіреді. Балалар, өлеңде кімдер туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Ата, әже туралы, және бота, тай туралы айтылған. Осы сөздердегі дауысты дыбыстарды атап көріңдерші. Әрине, а, ә, е, о әріптері. Балалар, олар жуан естіле ме? Әлде жіңішке ме? Өте жақсы. Есімізде сақтайық. А, о, ы дыбыстары жуан дауысты дыбыстар. Екінші жаттығуға назар аударайық. Берілген сөйлемді көркем етіп дәптеріңе көшіріп жаз. Аталар сөзі ақылдың көзі. Берілген мақалдағы дауысты дыбыстардың астын сыз. Және жуан ба, жіңішке ме айтып бер. Келесі тапсырмаға назар аудар. Берілген әріптерден бірнеше сөз жаса. Мысалы үшін оқ, жол, тез деген сияқты сөздерді құрауға болады. Енді өзің құрап көр. Сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін атап айт. Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптеріміздің 12-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада ж әрпінің бас және кіші әрпін жолдың соңына дейін көркем етіп жол сызықтарын сақтап жазамыз. Екінші жаттығу оқулығымыздағы берілген мақалды көркем етіп көшіріп жазып, дауысты дыбыстардың астын сызамыз. Соңғы тапсырмада бос тор көздерге сөз шығатындай етіп әріптер жаз. Осымен балалар, ана тілі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақта біз жуан дауысты дыбыстармен таныстық. Қайталайық. А, о, ы жуан дауысты дыбыстар. Есімізде сақтайық. Келесі сабақта кездескенше сау бол.